8-ші лекциямыздың тақырыбы ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосуда деңгейлеп саралап оқыту технологиясының маңызы және оны қолдану. Жоспар, кіріспе, негізгі бөлім, деңгейлеп саралап оқытудың мәні, деңгейлеп саралап оқытуды қолданудың ерекшеліктері, деңгейлеп саралап оқытудың инклюзиядағы маңызы, инклюзиядағы технологияны қолданудың нәтижелері, инклюзиядағы деңгейлеп саралап оқытудың қолдану жолдары және қорытынды. Қазіргі таңда инклюзивті білім беру қоғамның ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне тең құқылы түрде қосудағы маңызды бағыттардың бірі. Бұл балалардың қажеттіліктеріне сәйкес білім беру үдерісін ұйымдастыру үшін жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану қажеттілігі артып келеді. Осы орайда деңгейлеп саралап оқыту технологиясы ерекше қажеттілігі бар балалардың оқу материалдарын игеру деңгейін ескере отырып, білім алуға тең мүмкіндіктер жасауға мүмкіндік береді. Деңгейлеп саралап оқыту оқушылардың жеке ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін және қабілеттерін ескере отырып, білім беру үдерісін ұйымдастырудың тиімді тәсілі. Бұл технология оқушылардың әртүрлі білім деңгейінде оқу материалын игеруін қамтамасыз етіп, әрқайсысының білім сапасын арттыруға ықпал етеді. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосуда деңгейлеп саралап оқыту технологиясы маңызды рөл атқарады. Себебі ол әр баланың жеке ерекшеліктерін, қабілеттерін және білім деңгейін ескере отырып, оқу материалын меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл технология инклюзивті білім беруде балалардың оқу мотивациясын арттырып, өзіне деген сенімділігін қалыптастырады. Сонымен бірге, олардың әлеуметтік бейімделуіне ықпал етеді. Деңгейлеп саралап оқыту әр оқушының білім алу қарқынына сәйкес тапсырмалар ұсыну арқылы білім беру процесін тиімді ұйымдастыруға және ерекше қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Деңгейлеп саралап оқытудың мәні. Деңгейлеп саралап оқыту бұл оқушылардың білім деңгейі, қабілеті, қызығушылықтары мен танымдық мүмкіндіктерін ескере отырып, оқу процесін ұйымдастыруға бағытталған педагогикалық технология. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы инклюзивті білім беруде ерекше маңызды. Себебі ол оқушылардың оқу материалын өз мүмкіндіктеріне сай игеруіне мүмкіндік береді. Оқу процесінде олардың жеке ерекшеліктерін ескеріп, оқыту нәтижесін жақсартады. Базалық деңгей білім алушының оқу бағдарламасының ең негізгі және қарапайым материалын меңгеруін қамтамасыз етеді. Ал жоғары деңгей шығармашылық қабілеттер дамытуға, күрделі тапсырмаларды орындауға бағытталған болып табылады. Орта деңгей материалды алгоритмдік ойлау арқылы тереңдетіп игеру болып табылады. Деңгейлеп саралап оқытуды қолданудың ерекшеліктері. Диагностикалау, яғни оқушылардың бастапқы деңгейін анықтау, олардың оқу материалын қабылдау мүмкіндігін, танымдық ерекшеліктерін және қабілеттерін бағалау. Тапсырмаларды бейімдеу, сабақ материалын әртүрлі деңгейге сәйкес әзірлеу. Оқу үдерісіне қолдау көрсету, балаларға оқу барысында кері байланыс беріп, олардың жеке жетістіктерін мадақтау болып табылады. Деңгейлеп саралап оқытудың инклюзиядағы маңызы. Білім беру теңдігін қамтамасыз ету. Әр оқушының өз мүмкіндігіне қарай оқу материалын меңгеруіне жағдай жасайды. Ерекше білім беру қажеттігі бар балалар үшін бұл әдіс оқу процесін қиындатпай, оларды жалпы білім беру ортасына бейімдеуге көмектеседі. Баланың жеке қабілеттерін дамыту. Әр баланың танымдық деңгейіне сәйкес тапсырмаларды беру, оның интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін ашуға ықпал етеді. Оқу мотивациясын арттыру. Бала өз деңгейіне сай тапсырмаларды орындағанда жетістікке жету сезімін бастан кешеді. Бұл оның оқуға деген ынтасын күшейтеді. Деңгейлеп саралап оқытудың инклюзиядағы маңызы. Әлеуметтік ортаға бейімделу. Ерекше қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беру сыныптарына енгізу, олардың құрдастары мен қарым-қатынасын нығайтып, қоғамға бейімделуіне көмектеседі. Психологиялық қолдау. Қиындық деңгейіне сәйкес келетін тапсырмаларды орындау арқылы балалар өзіне сенімді бола түседі және оқу процесіне жағымды эмоция алады. Оқу мотивациясын арттыру.
Бала өз деңгейіне сай тапсырмаларды орындағанда жетістікке жету сезімін бастан кешеді. Бұл оның оқуға деген ынтасын күшейтеді. Инклюзиядағы технологияны қолдану нәтижелері. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың білім деңгейін арттыруға, оқушылардың психологиялық күйзелісін азайтып, оқу процесіне деген қызығушылығын арттыруға, әр баланың шығармашылық және зияткерлік әлеуетін дамытуға, балаларды қоғамға барынша тиімді бейімдеуге мүмкіндік береді. Инклюзиядағы деңгейлеп саралау оқытуды қолданудың жолдары. Оқушылардың жеке мүмкіндіктерін анықтау. Сабақтың басында ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың танымдық деңгейін, қабілеттерін, оқу қарқынын және қызығушылықтарын анықтау. Тапсырмаларды саралау және деңгейге бөлу. Оқу материалы бірнеше деңгейге ұсынылуы қажет. Топтық және жеке оқыту әдістерін қолдану. Сынып ішінде әр деңгейдегі балаларды шағын топтарға бөліп оқыту. Ерекше білім беру қажеттігі бар балалар үшін жеке бейімделген тапсырмалар дайындау, немесе қосымша көмекші құралдар, атап айтатын болсақ, көрнекілік, аудио, бейнематериалдар пайдалану. Құрдастар көмегін ұйымдастыру. Бір оқушы басқа оқушы тапсырманы түсіндіруге көмектеседі. Оқыту формалары түрлендіру. Ойын технологиялары, визуалды және сенсорлық материалдар, қысқа әрі нақты нұсқаулықтар беру болып табылады. Кері байланыс және мотивация. Оқушылардың жетістіктерін мадақтап, үнемі кері байланыс жасау. Балалардың сәтті аяқталған тапсырмаларын атап өту, олардың өзін-өзі бағалауына оң әсер етеді. Жетістікке жету үшін әр балаға жеке қолдау көрсету. Қолайлы оқу ортасын құру. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар өздерін жайлы сезіну үшін олардың ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру, мысалы, арнайы парталар, қосымша уақыт беру. Сыныпта қолайлы психологиялық ахуалды қалыптастыру болып табылады. Қорытындылайтын болсақ, ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне қосу білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі. Бұл үдерісте деңгейлеп саралап оқыту технологиясы ерекше маңызға ие. Аталған технология әр баланың жеке мүмкіндіктері мен танымдық ерекшеліктерін ескере отырып, олардың білім алуына тең жағдай жасауға мүмкіндік береді. Бұл технологияны қолдану арқылы ерекше қажеттілігі бар балалар жалпы білім беру ортасына табысты интеграцияланып, интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін толықтай ашуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл әдіс мұғалімдерге білім беру процесін тиімді ұйымдастыруға және әр оқушының қажеттілігіне сай білім беру стратегияларын таңдауға көмектеседі. Осылайша, деңгейлеп саралап оқыту технологиясы инклюзивті білім берудің маңызды құралы болып табылады және әрбір оқушының білім алу құқығын іске асыруда ерекше рөл атқарады. Назарларыңызға рахмет.